Менің есімім Ботагөз. Марқұм әжем көзің ботадай болсын деп қойдым дейтін. 7 жасқа толғанша әжемнің ботасы болдым. Одан кейін әжем ана дүниеге кеткелі бұл әлемде жалғыз қалғандаймын. Ес білгелі әжемнің ерекше немересі болдым. Сондықтан болар әке-шешемнің маған көп көңіл бөлгенін, әжем секілді еркелеткенін қаладым. Бірақ үйде менен де басқа балалар бар. Әке-шешем жұмыс басты адамдар. Тамағымыз тоқ, көйлегіміз көк. Үйдің үлкені болғандықтан бауырларыма бас-көз болуды анам маған тапсырды. Өзім де ол кездері баламын ғой. Олармен бірде ойнап, енді бірде ұйықтап қалып, кішкентай інім басын ұрып алды. Ұрып алған жері көгеріп шыға келді. Кешке жұмыстан келген анамнан таяқты мен жедім. Өйткені бауырларыма дұрыс қарамағаным үшін. Сол күннен бастап өте кекшіл бола бастадым. 7 жасымнан бастап анам барлық жауапкершілікті мойныма іле бастады. Үйді де таза ұстауымды, балаларға мұқият қарауымды шегелеп тұрып тапсыратын. Анам менің ерте сүюіме себепкер болды. Әкеміз кешке шаршап келіп жата қалады. Анам тек кішкентайын ғана еркелетіп, біздерді еркелетпейді. Мерекеде әжемнің қыздары келіп, мені құшақтап, әжесінің қызы дегенде өксігімді баса алмай жылап алғаным бар. Әжемді қатты сағынған едім. Неге анам мені де еркелетпейді? Ең болмаса жарайсың қызым деп мақтаса болар еді. Үнемі бауырларымды бағып, үйді таза ұстасам да ешқандай да жылы сөз естімей, тек анамның ұрысын естіп өстім. Сөйтсем мен әкемнің бірінші әйелінен туылған қыз екенмін. Анам марқұм мені туа сала родзалда демі үзілген. Шақалақ анасыз қалған мені әжем байғұс адам қатарына қосты. Кейіннен әкем екінші рет үйленіп, апа деп атап жүрген анам өгей шешем екен. Бұл шындықты мектеп бітіріп оқуға түсе алмай, ақыл оқуға түсемін деп қиғылық салғанда білдім. Мектепті жақсы оқыдым деп айта алмаймын, десе де тырысып оқығандай болдым. Үйді тазалап, өгей анама ұнау үшін, анамнан жылы сөз есту, өгей анамнан үшін барлық тірлікті жасап қоятынмын. Мектеп бітіріп грантқа оқуға тапсырғанымда түсе алмадым. Сыныптастарым оқуға түсіп, ақылға тапсырып жатқанда мен қалай үйде отырамын. Онсыз да үйдің тірлігіне жалықтым. Шағын кентте тұрамыз. Әке-шешемнің мені оқытуға жағдайлары жетеді. Оқуға тапсырған құжатым өтпей қалған үйдегі сым телефонмен звондап айтқанда жылап қалдым. Әке-шешем кешке келгенде оқуға түсе алмағанымды жылап тұрып айтып едім. Әкем, жылама қызым, платныйға түсіремін деп еді. Анам қаһарын шашты. Ей албасты, қай ақшаңа оқытасың? Осы күнге дейін үнімді шығармай бағып келдім. Жетер енді. Байыңа тиіп кетсең керек десе байы оқытсын. Немене сенің бұдан басқа балаларың жоқ па деп айқайлап үйді басына көтерді. Апа, мен енді ғана мектеп бітірдім. Қайдағы байды айтып тұрсыз? Мен оқу оқимын деп көздерім жасқа толды. Әкем мені құшақтап, ол қатын айта береді, жылама, өзім оқуға түсіремін деп жұбатып жатыр. Өгей анам болса ашуға булығып, ол қызды егер оқытсаң, балаларды алып ажырасамын. Енді сенің қызыңды бағатын ойым жоқ. Маған рахмет айтсын, осы күнге жеткізген. Анамның бұл сөзін түсіне алмай, аң-таң болып қалдым. Әкемнің мінезі нағыз ер ғой. Басқа еркек болса, әйелін соққыға шығар еді. Өгей анама не істесең де өзің біл, сен айт деген деп қызымды үйден жылатып қоймаймын. Барлық балаларымды бірде жақсы көремін. Сосын асырап бақтым деп артық кетпе. Осы үйді асырап отырған менмін. Осы уақытқа дейін үндемей келдім. Айлығыңның жартысын отбасыңа емес төркініңе бергеніңді білмейді деп жүрмісің? Ал бар кет, көрейін төркінің қашанғы сені асырай алар екен. Осы уақытқа дейін әкем өгей анама еш уақытта былай ұрыспақ түгіл аузын ашпаған. Анам үнсіз киімдерін жиып, 4 баласын алып төркініне тайып тұрды. Мен бәріне кінәлі болып қалғандаймын. Әкем сабырмен туған анамның қайтыс болғанын айтты. Портменінде өте ескі анам екеуінің фотосын көрсетті. Мен анамнан аумай қалған екенмін. Әкем жұмысына 5 күнге ақысыз күн алып, ең алдымен әжем мен анамның басына барып құран бағыштадық.
әжемнің басына барғанда еріксіз жылап алдым, ал анамның басына барғанда ешқандай сезім болмады. Өйткені анамның не жүзін, не құшағын сезініп көрмегендіктен болар. Ертеңіне үлкен қалаға әкем екеуміз барып, ақыл оқуға тапсырдық. Жатақханаға дейін әкем сөйлесіп, дайындап қайтты. Менің қуанышымда шек жоқ. Бірақ өгей анамның істеген қылығы есіме түссе, көңілім түсіп кетеді. Онан қалды бауырларымды әлден сағынып жатырмын. Бәрін өзім өсірдім ғой. Жалғасы бар.